Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге бауырсақтың құпия рецептімен бөлісетін боламын. Ол қалай тойымды, әрі іші шикі болмай, дәмді, сондай керемет болып шығуының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысқа жылы суымызды қоямыз. Су міндетті түрде жылы болу керек. Және оның үстіне 15 граммдай дрожж саламыз. Дрожждың көп болуының арқасында іші шикі болмай шығады. Ешқандай дрожждың дәмі қатты шығып қалмайды. Соның арқасында өте дәмді әрі қалың болса да іші шикі болмай өте күшті болып шығады. Одан кейін 1 шай қасық тұз, одан кейін 2 ас қасық құмшекер саламыз және сұйық май саламыз. Одан кейін ұнның кішкене бөлігін салып, жайлап қамырды илеуді бастаймыз. Енді ұнның барлығын салып жіберіп, қамырымызды толықтай илеп шығамыз. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, ұн сүйіп қоюыңызға болады. Бізде дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болу керек. Бетін жауып, жылы жерде 1-2 сағаттай сақтаймыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бетін ашып, уже жаюға дайындаймыз. Қамыр бізде сұйықтау болғандықтан кішкене қолға жабысады. Сол үшін қолыңызға сұйық май жағып алып, барып қамырды реттеңіздер. Шамамен осылай 3 бөлікке бөліп бауырсақтарымызды дайындайтын боламыз. Осылай домалақ қылып алғаннан кейін жаятын жерімізге ұн сеуіп алуымыз керек. Дәл осылай алдымен қолыңызбен кішкене пішінін келтіріп бастаймыз. Одан соң оқтаумен жаятын боламыз. Жабыс қалып жатқан жерлеріне дәл осылай ұн себесіздер. Бізде қамырды жайған кезде ол өте жұқа болып қалмау керек. Шамамен орташа етіп, жақсылап қалыңдау болуға жақсы. Осылай қалыңдау етіп жайып аламыз қамырымызды. Енді дайын болған қамырымызды кесетін боламыз. Сіздер өздеріңіз қалаған үйіңізде бар кез келген затпен осылай ала аласыздар. Мен ұн илегішпен жасадым. Осындай қатты үлкен болып кетпей, дәл осындай орташа көлемінде болған жақсы бауырсақтардың. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Бауырсақтың қалыңдығы шамамен осындай болу керек. Бізде май өте қатты қызып тұрудың қажет жоқ. Егер май өте қатты қызып тұрса, бауырсақтарымыз тез пісіп, іші шикі болып қалады. Осылай орташа деңгейдегі бауырсақтарымыз пісетіндей ғана май болса жеткілікті. Май ешқандай да сіңіп қалмайды, өте әдемі болып шығады. Дәл осылай бір беті піскеннен кейін екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Енді піскен бауырсақтарымызды ыдысқа бөлек алып аламыз. Вот мына жерде менде уже барлығы пісіп жатыр бауырсақтарым. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.